Челябі-Новосибир республикалық маңызға ие тас жолында күрделі жөндеу 2017 жылы басталды. 60 километрге созылған жөндеу жұмыстары ендігі жылы аяқталады деп күтілуде. Ал жолдың қаншалықты сапалы екенін ұлттық жол активі сапасы орталығының мамандары тексеретін болады. Арнайы жол зертханасы күрделі жөндеу өтіп жатқан участокке барып сынама алады. Кейін оны зертханаға жіберіп бірнеше күннің ішінде нәтиже белгілі болады екен. Мекеме басшысы Марат Дарбаевтың сөзінше, жөндеу барысында кемшіліктер анықталса, мердігер компания оны қайта жасайды. Правительства Республики Казахстан. Біздің мекеме наурыз айынан бастап республикалық мемлекеттік мекеме ретінде жұмыс істеп келеміз. Республикалық жолдардың сапасын жөндеуге қолданылатын материалдарды тексереміз. Өзіміздің арнайы лабораториямыз бар. Қазір мына республикалық маңызға ие тас жолынан сынама алдық. Сондай-ақ мекеме облыстық және аудандық маңызға ие жолдарды бақылауға алмақ. Ол үшін жергілікті басшылықпен келіссөздер жүргізілуде. Гүлімжан Қайырбекова, Асем Айтолла, Қуаныш Шальтенов, Первый Северный.